Қиярды неге аршымай жеген пайдалы? Қиярды аршып та, аршымай да жеуге болады. Әркімнің өз қалауы. Бірақ екеуінің пайдасы екі түрлі көрінеді. Мәселен, мамандар қияр аршымай жеген жөн дегенді айтады. Оның 5 пайдасы бар екен. Адамға энергия береді. Ағзаға қуат беретін С және Д витаминдері қиярдың құрамында өте көп. Әсіресе қабығында. Шаршап тұрған болсаңыз, қиярды аршымай жей беріңіз. Тез қуат аласыз. Жүрекке пайдалы. Қиярдың қабығында калий элементі көбірек болады. Ал ол қан қысымын реттеуге көмектеседі. Асқазан жұмысын жақсартады. Қиярдың қабығы асты жақсы қорытуға көмектеседі. Жасұндықтың пектин деп аталатын түрі қияр қабығында мол болады. Бұлар асқазандағы улы заттарды, токсиндерді сыртқа шығарып тастауға ықпал ететін көрінеді. Жасартады. Қиярдың өзі де, қабығы да адам терісін әрлендіруге, пайдалы заттармен байытуға жақсы әсер ететін көбіміз білеміз. Ендеше, қиярды қабығымен бірге жесек, қартаюға жақсы антиоксидант болмақ. Көзге пайдалы. Қияр қабығында бета-каротин көп. Бұлар көздің көруін жақсартатын заттар. Ал сіз қиярды жиі жейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер.